Нағашы. Авторы Айдар Темірбекұлы. Оқиғаға мармарсын. Нағашым дегенде елең етпейтін қазақ жоқ шығар. Ер азаматтың үш жұртының ішіндегі нағашының алар орны ерекше. Қыздан туғанның қиығы жоқ деп кесіп айтқан қазақтың сөзі бар. Өз балаларынан бөліп жармай, қуансаң бірге қуанып, қайғырсаң қасыңнан табылып, әрқашан тілеуіңді тілеп отыратын нағашыдай қамқоршы жұрт бар ма екен десеңші. Әзіл айтсаң көтеріп, артық кетсең кешіріп, шейіндік жасадым десең де жоқ демейді ғой жарықтықтан. Балалығың ұстаса, нағашыңа бар дейді мұндайды. Жиеннің нағашыға деген еркелік назы бітпейді. Қырсық серкеш, қарыз екен әрдайым есіне салып тұрады. Қазақтар баласынан қисық қыңыр мінез байқаса, нағашысына тартқан ғой деп отыратыны бар. Мұндайда жауап ретінде, өзің жаман туасың, нағашыдан көресің деп әзілдейді. Ер азаматтың арқа сүйер бір жұрт ретінде нағашының жолы үлкен. Нағашымен күрессе, жиен жығылады деген бар. Жасының үлкендігіне қарамастан, жиеннің бірінші сәлем беруі өте орынды. Жиенін өз қолымен үйлендіріп, үйлі қылып, кенші болып беретін мәрт нағашылар бар. Бірақ нағаштан қанша жақсылық көрсе де, қазақ жігіттері өз жұртына бүйрегі бұрып тұрады. Түбі кетіп тынады. Бұл енді тек қазақтарға тән тектіктің бір ғана белгісі. Мұндай жағдайға нағашылар өкпелемейді. Берген малдың да қайырын сұрап жатпайды. Жиен ел болмас деген осы бетте қояды. Не деген мейірім, не деген түсінік десеңші. Осындайда Клара Төленбаеваның мына бір танымал өлең шумақтары еске түседі. Үш жұрттың ұлығы деп, ұлысы деп. Сөзінің бұрынғының дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем, нағашы жан, ардақты анашымның туысы деп. Жарқ етіп, жақсы аға ақ маңдайын, тірей бер біздің үйге ат маңдайын. Қараймын көк жерге күнде тойып, артыңда анам келе жатқандайын. Құрметті оқырман, әңгіме нағашы жайлы болғанда, кез келген санасында саңлауы бар қазақ азаматы теріс пікір айта алмайды. Керісінше, нағашыға деген жып-жылы лебіздерін айтып, сағынышқа толы сағым жылдарын қимастықпен еске аларына сенімдімін. Ел болмасты ел қылған, терезесін тең қылған, нар тұлғалы нағашылар аман болсын.